Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ұйғыр самсасының жасалуын көрсететін боламын. Ауызда ерейтін, үгітілмелі, ең сәтті шығатын рецепт. Ол үшін 2 жұмыртқаға 3 ас қасық қаймақ қосамыз. Менде 20% қаймақ. Одан кейін үстіне 1 шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде біркелкі болып араласуы керек. Одан кейін үстіне жарты кесе су құятын боламыз. 600 грамм ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды осылай қолымызбен үгітіп аламыз. Егер сіздердің сары майларыңыз қатты болып үгітуге келмей жатса, үккіштің көмегімен сары майларыңызды өткізіп ұсақтап алсаңыздар болады. Одан кейін сұйық массамызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап осылай қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр еліп шығамыз. Егер сіздердің қамырларыңыз жұмсақ, сұйық болып жатса, тағы да үстіне ұн қосуға болады. Сіздерде жұмсақ қамыр шығуы керек. Мінекей біздің қамырымыз иленді. Енді осы қамырымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқышта 30 минут ұстағаннан кейін 2-ге бөліп аламыз. Оның біреуін пакетке салып қоямыз. Қалған бір бөлігін қамырымызды жаятын боламыз. Біздің қамырымыз ішіне сары май қосылғаннан кейін өте жұмсақ болады. Сондықтан жайылуы да өте тез. Осылай ұнды қосып отырып, барлығын жақсылап жұқа жайып шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан бар күшімізді салып жаймаймыз, тек 2 шетінен ғана жайып отырамыз. Қамырымыз жайып болғаннан кейін осындай жан-жағын тағы бір рет жайып шығамыз, қалың жерлерін. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай астында суреті көрінетіндей жұқалықта болуы керек. Қамырымызды жайып болды. 2 қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. 50 грамм сұйық майымызды қосамыз және оған бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Және сіздерде тоң май болатын болса, 150-200 грамм тоң май қоссаңыздар болады. Егер тоң май жоқ болса, оның орнына сары май қосасыздар. Мінекей барлығын осылай ерітіп аламыз. Бұл ерігеннен кейін суытып қоясыздар. Суығаннан кейін ғана барып қамырымыздың үстіне жағатын боламыз. Жұқа кішкентай жіңішке етіп орап шығатын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандай сіздер қолдарыңызбен бұрап шығасыздар. Одан кейін осылай ортаға жинаймыз барлығын. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз қатпарлы болып шығатын болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Одан кейін пакетке салып қоямыз. Осы пакетке салғаннан кейін морозилкаға салып қоямыз. Яғни біздің қамырларымыз осы кезде жұмсақ болып тұр. Бұл бізде қатуы керек. Ішіне салатын салмасын дайындаймыз. 300 грамм тартылған етке, яғни фаршқа 300 грамм пиязды турап саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз, 1 шай қасық қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қыздар, егер де түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Және қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мінекей қамырларымызды шығарып дайындап жатырмыз. Енді өзіңізге қажетті мөлшерде бөліп кесіп алатын боласыздар. Шамамен мен 10 сантиметрдей етіп кесіп жатырмын. Яғни мен жасайтын самса бұл фуршетный самса болып табылады. Яғни кішкентай көлемде жасаймыз. Осылай жасаған өте әдемі болып көрінеді дастарханға. Қамырымызды осылай қолымызбен басып шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Одан кейін қамырымызды шағын етіп жайып шығамыз. Ортасы бізде қатпарлы болып тұр. Фаршымызды саламыз және барлығын басын біріктіреміз қамырымыздың. Қамырымыздың басын біріктіріп, бас жағынан бастап, осылай ирек етіп қамырымызды өріп шығамыз. Ең түбіне келген кезде асты жағына қарата қайырып жібереміз. Мінекей қазір тағы бір рет көрсететін боламын. Барлығын осылай жауып аламыз да, одан кейін қолымызбен бір ұшын шығарып алып, соны қайтадан ортаға қарата жинаймыз. Ең соңғы ұшына келген кезде төменге қарата артқы бөлігіне жібереміз. Мінекей барлық самсаларымызды жасап болдық. Жұмыртқаның сары уызына 2 шай қасық сүт құйып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз бір тегісті етіп. Одан кейін үстіне кунжутты себеміз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста самсамызды пісіреміз. 30-35 минутта пісіреміз. Қыздар, тағы бір ескертетін жайт, әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан міндетті түрде сіздердің самсаларыңыздың беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің самсамыз дайын, жасап көріңіздер, ас болсын.